Сәлеметсіздер ме, Шығыс Қазақстан өнер музейінің көрермендері? Мен Бексадық Айдар. Музейіміздегі өнегелі өмір айдарында Ақселеу Сейдімбектің өмір жолымен таныстырамын. Ақселеу Сейдімбек белгілі этнограф, жазушы, әдебиет зерттеушісі, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, халқымыздың тарихын түгендеп, дәстүрін дәуірлеткен ұлт руханиятының жанашыры. Ақселеу Сланұлы Сейдімбек 1942 жылы желтоқсан айының 12 жұлдызында Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданына қарасты Атасу ауылында, қазіргі Байдалби атындағы ауылда дүниеге келген. Әкесі Слан Ұлы Отан соғысында қайтыс болып, бала Ақселеу әкесінің үлкен ағасы Аманбектің тәрбиесінде болады. 1959 жылы аудан орталығындағы номері 1 қазақ орта мектебін бітірген соң, еңбек жолын Қызылтау совхозында шопан болып бастайды. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі. 1963 жылы әскери борышын өтеуге кетіп, одан оралғаннан кейін университетті 1968 жылы бітіреді. Еңбек жолын 1967-75 жылдары Лениншіл жас газетінде тілші болып бастайды. 1975-76 жылдары Қарағанды облысы орталық Қазақстан газетінің жауапты хатшысы, 1976-83 жылдары Социалистік Қазақстан газетінің бөлім меңгерушісі, 1983-1987 жылдары Білім және еңбек журналының бас редакторы, 1987-1988 жылдары Әлем альманағының бас редакторы, 1988-1997 жылдары Қазақ КСР ғылым академиясының әдебиет және өнер институтында ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі болады. 1997-1998 жылдары Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының президенті болып тағайындалады. 1999 жылы Қазақстан Республикасы президенттік мәдени орталығының директорының ғылым жөніндегі орынбасары. 2000 жылдан бастап Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде еңбек етті. Ақселеу Сейдімбек 2009 жылы 16 қыркүйекте Астана қаласында қайтыс болды. Жазушының өсиеті бойынша Ақселеу Сейдімбек Жаңаарқа ауданының орталығы Атасу кентінің іргесіндегі Қарауылтөбеде жерленді. Алғашқы әңгімелер жинағы Ақиық 1972 жылы жарық көрген. Қыр хикаялары, Тауға біткен жалбыз, Кеніш, Алпамыс батыр, Серпер, Ақ қыз және тағы басқа әңгімелері, повесть очерктері, Күңгір күмбездер, Мың бір маржан, Қазақтың әйгілі күйшілері, Балталы бағаналы ел аман бол, Күй шежіресі, Көшпенділер тарихы, Ой толғақ, Күй шежіресі, тағы басқа да ғылыми танымдық еңбектері жарық көрген. Ақселеу Сейдімбек Қазақстан журналистер одағының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Кеніш кітабы үшін Қазақстан журналистер одағының лауреаты болып, бірінші дәрежелі сыйлықпен марапатталған, құрмет орденімен марапатталған. Ақселеу Сейдімбектің кез келген еңбегін ашып қарасаңыз, ұлтына деген сүйіспеншілікті аңғаруға болады. Оның ең басты кітабының бірі Қазақтың ауызша тарихы арқылы қазақ халқының этногенезі мен этномәдени байланыстарына қатысты зерттеу жүргізіп, шежіре мағлұматтарын жинайды. Халқымыздың шежірешілдігіне мән беріп, Шыңғыс ханнан бастап хандар мен сұлтандардың тарихы, түркі халықтарының ұлттық қалыптасу туралы сыр шертеді. Сондай-ақ қазақ мемлекетінің құрылымдық қалыптасуын, 7 атаға дейін қыз алыспау дәстүрін ұстанатын, жер бетіндегі жалғыз этнос екенін дәлелдеп, этномәдени біртұтастығын сақтаудың бірден-бір тетігі 7 атаға дейін қыз алыспау болғаны туралы өзінің пайымдарын жасайды және қазақы дәстүрді дәріптеп, көрген білгені мен оқығанын қазақ халқының қазынасын зерттеуге арнайды. Қазақ даласы қаншалықты кең болса, жазушы, ғалым, этнограф Ақселеу Сейдімбектің оның бар болмысын, рухани қазынасын зерттеудегі еңбегі сол дархандыққа саятын еді. Шындығында ғалымның бар ғұмыры ұлтының жоғын жоқтауға арналды.
Қашанда қаламын қазақпен ұштастырып отыратын Ақселеу Сланұлы өз ұлтының ұмыт болып жадынан жылыстап бара жатқан ұлттық құндылықтарын жинауда көзінің майын тамызып тірнектеп еңбек етті. Тек қана жинап қана қойған жоқ, халқына 30-ға жуық көркем ғылыми еңбектерді қалдырып, ғылымның шығында ауызша әдебиетті жүйелеп, ғылыми айналымға түсірді. Міне осының бәрі қазақтың қалпы бұзылмай, салты сақталса, болмысы бүтінделсе деген ізгі ниеті. Қорыта келе, Ақселеу ғылым тарихындағы көрнекті тұлға, қазақ санасын сілкіткен рухани шамшырақ, қазақ халқының тағдырына біткен жарық жұлдызы. Сондай-ақ Ақселеу атамыздың еңбектерін зерттеу мен бағалау, зерделеп насихаттау бүгінгі буын үшін маңызды. Оның қазақ руханиятын, ғылымын, дүниетанымындағы мұрасын зерттеу уақыт талабы. Қазақ атты тегімізбен ұлттық психология мен патриотизмді тәжірибелеуші, көшпенділер өркениетін адамзаттың өзіне түсіндіру үшін ойы қанаттылығынан, қаламы ұшқырлығынан таймаған ұлы тұлға.